Аружанның тойында Қайрат Нұртас ән айтты. Ал Маралды Жазира Байырбекова ұзатты. Сәлима апаның қызы қымбат той көйлегін киді. Той. Ал біздің тойды қалай ерекшелеуге болады? Әншілердің гонорары қаншадан екен? Дәл осылай бір емес, 1000 қазақтың басы қатып жүргені белгілі. Қазір той жасау қуаныш емес, мақтаныш пен бәсекеге айналғандай. Бір тойдың шығыны кемі қанша тұрады? Көршінің қызы сіз үшін арнайы есептеп келді. Қазақ тойының басы тойға қанша бересіңдер, мынау не киіп келіпті деген әңгімеден басталады. Көрермен, оны сіз менен артық білесіз. Ішіміз күйсе де есептеп көрейік. Бала өсіріп, үйлендірем десеңіз, мына сандардан кейін төбе шашыңыз тек тұруы мүмкін. Қалыңдықтың жасауы мен сәні бар. Той көйлегін жалға алудың өзі кемі 300 мыңнан басталады. Туфли, сырға, алқа мен макияж, тіпті қолындағы гүл шоғы мен маникюрна дейін 100 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін қаражат кетеді екен. Ал жігіттің костюм шалбары мен жейдесін жалға алудың өзі 100 мың теңгеден басталмақ. Неке жүзігі орта есеппен 250 мың теңге. Той үстінде көрсетілетін махаббат хикаясы мен мамалар таласатын ой. Жастар жейтін тәтті тортта қып-қызыл ақша. Love Story түсірілімі 1 миллионға дейін, көшеде айғайлап жүретін той кортежін қалтаңызды тағы 1 миллионға жұқартады. Ойбай-ау, бұл әлі бер жағы. Алда тойхана, жұлдыз, тамақ пен шоу бар. Ал жеттік тойханаға. Бұл жерде баға аспандап тұр. Өңірлерде тойханадағы бір орын 4 мыңнан басталса, мегаполистерде 20 мың теңгеге дейін барады. Мысалы, Алматыны алсақ. Хансарай, атауында Гранд Холл сөздері бар тойханаларда 200 адамдық стол шамамен 3 миллионнан 6 миллион теңгеге аралығында деп тұр. Ал қаланың таулы аймағындағы тойханалар одан қымбаттау. Сондықтан ол жаққа 10 миллион теңгеден көп ақшаны қалдырасыз. Енді тойдың отанына айналған ып-ыстық Шымқалаға келсек, көп тойханада адам басына алынатын шығын 5 мың теңгеден кем емес. Оған қоса дастарханның азық-түлігі деп 1,5-2 миллион теңгені шашасыз. Залды безендіру деген бар. Тойға келгендерді құр қол жібермейсіз ғой. Оған да арнап алатын сыйлық, той бастарыңыз бар. Бір сөзбен айтсақ, шашылудың шегі жоқ. Енді ең қызығы жұлдыздар гонорары. Тізімді халық легенда деп атап кеткен Қайрат Нұртастан бастайын. Оның гонорары 7 миллион теңге. Бірақ жақсы жері осы ақшаның ішіне жол билеті де қонақ үйде кіреді екен. Басың ауырмайды. Халықтың еркесі Еркесмахан 6 миллион теңге алады екен. Бірақ оған қонақ үй мен ұшақ билетін бөлек сатып алып бересіз. Жастардың сүйіктісі Мирас Жүгінісов бір тойға 5 миллион теңге сұрайды. Такси мен қонақ үйі бөлек төленеді. Жалғыз гүл деп ән шырқайтын Ернар Амандық 4 әнге 3 миллион теңге деп меже қойып қойған. Ал халықтың сүйікті ағасы жақында ата атанған Сәкен Майғазиев 4-5 әнін 2 миллион теңгеге шырқап береді. Ең тиімдісі Жанболат пен Жазира болып тұрғандай ма? Қалай өзі? Алматыда 2 миллион, өзге алға 4 миллион теңгеге барады. Бұл ақшаға жолы да, қонақ үйі де кіреді екен. Оның үстіне арнайы бағдарламасы да бар. Керек десеңіз, қызыңызды ұзатып береді. Міне ағайын, есептей келе қазақтың бір тойда кем дегенде 10-20 миллион теңге кетеді екен. Кейін жас жұбайлар несие төлеп жүрмесейгі, ондайлар да кездеседі. Несиеге той жасайтындарға шектеу қойса ғой шіркін. Бірақ біз конституция мен адамдардың құқығын шектей алмаймыз. Ең алдымен қарыз алушының төлем қабілеттілігін дұрыс бағалауымыз керек дейді қаржы нарығын реттеу агенттігі. Ал сіз қалай ойлайсыз? Той жасау дұрыс па, бұрыс па? Ал тойға деп банктен несие алуға не дейсіз? Пікіріңізді жазып кетіңіз.